бір ас қасық ұн саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын, бір шай қасық толмаған сода саламыз. Содан кейін 1-2 тамшы май тамызамыз. Құрметті менің оқырмандарым, көктем келді мінекей. Жер көгеріп жатыр. Қар кетті, суық кетті. Енді не керек бізге? Көктемде әдемі болуымыз керек. Әдемі қалай боламыз? Бетімізді күтейік. Көктемде күн ысып келе жатыр, күн өте шаңқиып, жаз келе жатыр. Бетімізді сақтау керек. Бетімізді әдемі киінуіміз керек. Жеңіл киімдерімізді кию керек. Әдеміленуіміз керек, былайша айтқанда. Әдемі болу үшін не істейміз? Маска жасаймыз. Маска. Әжім болып кетпесін. Енді әдемі болғанда тек қана бетті әдемілейміз деп ойламаңыз, жүрегіміз де таза болсын. Жан дүниеміз әдемі болсын. Сонда сіздің әдемілігіңіз, бетті маска жасап әдемілесеңіз, тіптен нұр шашып тұрады сіздің бетіңізден. Ішкі дүниеміз бен сыртқы дүниеміз тең болсын. Ал енді масканы қалай жасаймыз? Бетіміз құрғақ дейік. Көктемге көбінесе құрғайды, жазға қарата. Сондықтан құрғақ бетке қандай маска жасаймыз? Мысалы, ыдысқа бір ас қасық ұн саламыз. Бір жұмыртқаның сарысын, бір шай қасық толмаған сода саламыз. Содан кейін 1-2 тамшы май тамызамыз. Бар болса тимин майы, бар болса оливковый май, бар болса тіптен шыжғырған кәдімгі сиырдың сары майын тамызуға болады. Соны араластырып алдыңыз. Араластырып қойып қойыңыз кішкене бір 5 минут. Қойып қойыңыз, әбден біріне бірі сіңсін. Содан кейін бетіңізді тазалап жуыңыз. Бетіңізді тазалап жуыңызда жаңағы масканы көздің айналасына, көзге жібермеңіз, көздің айналасына мына жерден бастап барлығына жағып тастаңыз бетке. Жағып тастаңыз да 20 минут қана ұстаңыз. 20 минуттан кейін жуып тастаңыз. Бетіңіз жұмсақ әдемі болып қалады. Ана ұнның өзінің қасиеті бар бетке. Әдемі болып қалады бетіңіз. Кәдімгі ұн бетіп тартады ғой, немен жұмыртқамен ілесіп тырыстырады. Сонда сіздің бетіңіздің әжімі кетеді, былайша айтқанда. Жаңағы май нәрсе, кішкене майландырған, ол бетке нәр береді. Жұмыртқа бетіңізді ағартады. Көрдіңіз бе? Осыны жасаңыздар. Бұны аптасына 3 рет жасаңыз жетеді. Күн ара аптасына 3 рет жасаңыз, осы маска сізге өте пайда береді. Жүзіңізге нұрландырып, бетіңізді әдемі қылады. Осы масканы жасайық енді. Подписка жасап кетіңіздер. Тағы да айтатын боламын.